Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай шаймен ішкенге керемет сүзбелі рогаликтердің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге творогты ең алдымен ыдысқа салып, осылай езіп аламыз. Блендермен езсеңіздер де болады. Оның үстінен жұмсақ сары майды саламыз. Және де екеуін осылай әдемілеп езіп шығамыз, араластырып. Оның үстінен шекерімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Енді оның үстінен ұнымызға қопсытқышты салып араластырып, және оларды електен өткізіп аламыз. Содан кейін жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Осындай әдемі қамырымыз дайын болады. Енді қамырымызды екіге бөліп, осылай жұқалап жайып шығамыз. Примерно 1-2 сантиметр жұқалықта жайып аламыз. Және де осылай кесіп шығамыз. Осылай аккуратно, әдемілеп кесіп аламыз. Және ішіне өзіңізге қалаған начинканы салып орайсыздар. Немесе начинка салмасаңыздар да болады. Өйткені бұның жаңа қамырдың ішінде өзінің творогы бар. Сондықтан мен начинка салған жоқпын. Енді осылай барлығын әдемілеп орап шыққаннан кейін 180 градуста шамамен 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің сүзбелі рогаликтеріміз дайын болды. Өте дәмді, керемет. Және бетіне осындай сахарный пудрамен сәндеп қоюларыңызға болады. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.